Адамның дерті көбінесе мына жанның тыныш еместігінде, Иә. ойында болуы мүмкін ғой. Көп ауру сол уайымнан келеді деп ойлайсыз ба? Орысша айтқанда қазір бізде модный болды ғой мынау стресс деген. Стресс. Осы стресс, осының бәрі біздің аурулардың көбісі осы стресстің әсерінен пайда болады. Өкінішке орай қазіргі Өкінішке таңда орай. аурудың да неше түрлі болады. Дерт көп, бірақ ол адамның емделуге деген ниетіне де байланысты ғой бәрі. Әрине. Әрбір мына адамзат баласы бірінші кезекте өз денсаулығына өзі жауапты болу керек. Ол жауапкершілікті дәрігердің мойнына артпау керек. Денсаулық өйткені ол менікі. Мысал үшін Алланың аманаты. Алланың аманаты, әркімге берген Алланың аманаты, денсаулық менікі. Бұл денсаулыққа бірінші кезекте мен дәрігер болсам да, мен өз денсаулығыма өзім жауапты болуым керек. Егер маған Алла берген денсаулықты мен күтпесем, қарамасам өз-өзіме, онда әрине ертең мен мүмкін төсек тартып жатуым. Ол әбден мүмкін. Бәрі өзінен дейсіз. Иә, барлығы Бізде өкінішке өзінен. орай қазекеңдерден өлуге бір күн қалғанда келеді ғой. Олар жүре береді, қарамайды. Иә. Өкінішке орай мұрнынан ғана қанша жұмыс істейді. Жаңағы біздің қазекеңдер, енді жалпы қазекең деп айтпайын, көп адамдар денсаулығын аямай жұмыс істейді де, сосын өмірінің соңында сол денсаулықты дұрыстаймын деп бүкіл тапқан ақшасын соған жібереді. Міндетті түрде.